Армысыздар, неге каналын тамашалаушы жандар. Каналға қош келдіңіздер. Бұл әңгімелер шынайы өмірде болған оқиғалар. Сондықтан сіздер видеоның астындағы оң жағында орналасқан подписация батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Кішкентай кезімде неге екенін білмеймін, біздің аулада, яғни біз тұратын үйдің екі жағында екі үй болатын. Бір қызығы, біздің ауламыздағы үш үйде бізге тиесілі болатын. Кейін түсіндім ғой, туыстарымыздың уақытша қалдырғанын. Әкем сол үйлерге таныс жас отбасыларды еш ақысыз тұрғызатын. Ал мен олардың балаларымен бір аулада ойнайтынмын. Күндердің бір күнінде сол екі үйдің оң жағымызда орналасқанына ешкім тұрмайтын болды. Келіп тұруын тұрады-ау, бірақ ұзаққа бармайды. Не ажырасып кетеді, не араққа салынып, әйтеуір отбасы әбіржіген күйде басқа жаққа көшіп кетеді. Бір адам тұрақтамады. Оның үстіне үйде әбден тозған, содан да болу керек. Ал мен ақырындап бос тұрған үйдің кілтін алып шығып, әлгі үйдің ішіне кіріп алып, балалармен бірге қара терге түсіп ләңгі тебетінбіз. Бір жақсысы, далада мейлі қар жаусын, мейлі ыстық болсын, бізге бәрібір үйдің ішінде рахаттана ойнайтынбыз. Ал әкем жұмыстан келеді-ау деген уақытта ақырын ғана кілтті орнына апарып қоя саламын. Бірде 3 бала болып ләңгі теуіп жатқан едік. Күн күркірегендей болды. Шілденің күнде қандай күн күркіреу болсын деп біз далаға ытқып шықтық. Бейне бір үй күңіренгендей дыбыс шығарады. Дыбыс басылған соң біз одан әрі ойнаймыз. Бірақ дыбыс қайта шығады. Тіпті далаға шығып қарап та келдік. Күн шіліңгір ыстық, аспанда шөкімдей де бұлт жоқ. Онда бұл не дыбыс болған деп біз кәдімгідей ойлана бастадық. Бір уақытта түпкіргі бөлмелерге үрке қарап тұрған біз бір-бірімізді қорқыттық па білмеймін, әйтеуір жапа-тармағай далаға атып шықтық. Одан соң ол үйге кірмейтін болдық. Бірде әкемнен сол туралы сұрағанымда маған ол үйге неге кіріп жүрсіңдер дегендей ала көзімен бір қарап алды да ақырындап ол үй туралы әңгімесін бастады. Жалпы сен білесің бе, бұрын ашаршылық кезінде мына қазіргі біз тұрған жерлер бос жатқан жерлер болған. Тіпті қазір біз тұрып жатқан үйлердің басым бөлігі мүрделердің үстіне салынған деді. Ал ендеше, міне мәселе қайда жатыр дедім іштей. Ана көрші үйдің бақшасындағы үлкен төмпешікті көрген шығарсың деді. Мен басымды изеп иә дедім. Міне сол төмпешікте 7-8 адамның денесі жерленген деп қойып қалмасы бар ма? Бәсе, біз сол үйде ойнап жүрсек, анда-санда сол төмпешіктің үстіне шыққанда өзімізді бейне бір тауға шыққандай сезінуші едік. Демек, біз өлген адамдардың бейітінің үстіне шыққанымыз ба? Үлкендер неге түсіндіріп айтпаған? Егер жақсылап түсіндірсе, біз шықпас едік қой деп томсырая ойға қалдым. Жалпы әлгі біз ләңгі тебетін үй атамыздан қалған үй екен. Олар жұмыс бабымен басқа ауылға барып орнығып, ол кезде атамыздың қолындағы бала-шағалар да көрші ауылда тұратын. Әкем жас кезінде есік алдында той болып, екі үйде кісіге лық толғасын. Түнде әкем әлгі үйге барып қоныпты. Түннің бір уағында үй өзінен өзі күңіренген дыбыс шығарыпты. Әкем алғашында есік алдында өткен тойдың музыкасынан құлағымда қалып қалған дыбыстар болар деп мән бермесе керек. Бірақ түннің бір уағында да әлгі дыбыстар күшейе түскен соң әкем далаға шығып тапшанға жатыпты. Мұнан шығар қорытынды, о дүниелік адамдардың рухтары тыныштықты қалайтын секілді. Бірақ қалайша өлген адамдардың моластының үстіне үй салған деген менің сұрағыма ол кезде қорымды қазіргідей етіп қоршамайтындығын, содан жермен жексен болып кететіндігін тілге тиек етті. Иә деймін-ау, өзі ашаршылық кез болса, қайдан қоршасын деп қоямын мен де ішімнен. Айтпақшы, кейін мен жоғары сыныптарға барғанымда, әлгі үлкен төмпешігі бар үйге сонау Түркістаннан белгісіз бір емші әйел келгендігін, тіпті біздің ауылды мүлде білмесе де, түсінде берілген аянмен тауып келіп, әлгі үйдің иелеріне бір мал сойып құдай беруді, және ең бастысы ол әруақтарға тыныштық беруді қадап айтып, ол жерде үлкен әулие кісілердің жатқандығын айтып, бастарына Құран оқып, қайтып кетіпті. Ал енді бұған не дерсің? Не содан бері қайда жүрсем де айналама мұқият қарап, белгісіз төмпешік болса баспай айналып өтуге тырысатын болдым. Достар, әңгіме ұнаса лайк басып тіркелуді ұмытпайық.
қызықты әңгімелерді тағы да назарларыңызға ұсынатын боламын. Неге каналы сіздермен бірге. Тіркелу сіздерден, шынайы оқиғаны жеткізу бізден болсын.